Егер сіз Үндістан мен Бангладештегі тәртіпсіздікпен шексіз хаосты көрдім деп ойласаңыз, асықпаңыз. Пәкістан сізді әлі таңғалдырады. Бұл елде көлік қозғалысы ешбір заңдылыққа бағынбайды. Ауаның ластығы күнделікті тіршілікті тұншықтырады. Ал миллиондаған адам қаладағы бейберекет тірліктің ортасында өмір үшін арпалысады. Қалалары шектен тыс, қарбалас пен энергияға толы болса, шалғайдағы ауылдар мүлдем ұмыт қалғандай. Соған қарамастан, көз жетпес қиындықтардың арасында Пәкістан өзімен бірге қайсарлыққа толы тағдырлар, бай дәстүрлер және теңдессіз табиғи сұлулықты сақтап келеді. Бүгінгі бейнеде біз сіздерге осы шектен тыс әрі контрастқа толы ел жайлы таңғаларлық деректерді ұсынамыз. Оңтүстік Азияда орналасқан Пәкістан Үндістанмен, Ауғанстанмен, Иранмен және Қытаймен шектеседі. Ал оңтүстігінде Араб теңізіне шығады. Жер аумағы шамамен 881 мың шаршы шақырым. Елдің географиясы өте алуан түрлі. Солтүстігінде Гималай мен Қарақорым таулары орналасқан. Мұнда әлемдегі екінші ең биік тау К2 бар. Ал оңтүстігінде Тар мен Чодистан шөлдері жатыр. Бұл алуан түрліліктің ішінде құнарлы аңғарлар, мол сулы өзендер мен кеңіз жағалаулары бар. Бірақ тектоникалық плиталарға жақындығы Пәкістанды жойқын жер сілкіністеріне осал етеді. Мысалы, 2005 жылғы жер сілкінісінен 80 мыңнан астам адам қаза тапты. 240 миллионнан астам тұрғынымен Пәкістан әлемдегі 5-ші ең халқы көп ел. Әсіресе Караши мен Лахор сияқты қалаларда халықтың тығыздығы өте жоғары. Мәселен, Карашиде шамамен 20 миллион адам тұрады. Бұл оны әлемдегі ең халқы көп қалалардың біріне айналдырады. Бірақ оның инфрақұрылымы халықтың өсу қарқынына жауап бере алмай отыр. Ауылдық аймақтарда жағдай одан да күрделі. Халықтың 60%-ға жуығы сонда тұрады. Үлкен отбасылар кедей. Пәкістан астанасы Исламабад елдің басқа ірі қалаларынан айқын ерекшеленеді. 1960 жылдары Карачиді астана ретінде алмастыру үшін салынған Исламабад заманауи әрі жоспарлы қала ретінде ойластырылды. Мұнда кең даңғылдар, жасыл аймақтар мен тыныш аудандар бар. Сырт көзге бұл қала елдің ретке келтірілген заманауи келбетін көрсетеді. Бірақ оның артында терең әлеуметтік теңсіздіктер жасырылған. Айта кетерлігі, Исламабад астана болғанмен, елдің экономикалық орталығы емес. Бұл рөл әлі де Карачиге тиесілі. Пәкістанның шығысында орналасқан Лахор әлемдегі ең ластанған қалалардың бірі саналады. Оның ауасы кейде Баккадан да, Бангладеш астанасы, нашар. Мұнда ауаның ластану деңгейі қабылданған нормадан 16 есе жоғары. Лахорда өмір сүру күніне бір қорап темекі шеккенмен тең. 13 миллионнан астам халқы бар бұл қала Пәкістандағы екінші ең ірі қала. Шулы көшелер, шаң тозаңға тұнған ауа және шамадан тыс ластану мұндағы күнделікті өмірдің бір бөлігі. Кей көшелер қоқысқа толып, жаяу жүрудің өзі қиын. Тіпті ет сататын дүкендер қоқыс үйінділерінің қасында орналасқан. Ал етті. Пәкістандағы көлік жүйесі елдің хаостық бейнесін толық көрсетеді. Жолдар үнемі кептелісте. Жүргізушілер, велосипедшілер мен жаяулар әр сантиметр үшін таласады. Ең үлкен қала Карачиде. Көлік қозғалысы ескі машиналардан, рикшалардан және лық толы автобустардан тұрады. Кейісті күтім жасалмаған жағдайда миллиондаған адамдар үшін маңызды көлік түрі саналатын пойыздар соншалықты лық толы болады. Жолаушылар бүйіріне жабысып немесе тіпті төбесінде отырып жүруге мәжбүр. Бұл олардың күн сайын өмірін қатерге тігуіне әкеледі.
Сонымен қатар, қалалық инфрақұрылым да көзге көрінерлік құлдырау жағдайында. Әсіресе Карачи мен Лахор сияқты ірі қалаларда. Электр бағандарында шатасқан әрі ашық қалған сымдар, ашық кәріз жүйелері және қоқыс тауларына толған көшелер қалыпты көрініске айналған. Көптеген көшелер асфальтталмағандықтан шаң көтеріліп қозғалысты қиындатады. Жиі жауатын жаңбыр жағдайды одан сайын ушықтырып, жолдарды балшықты батпаққа айналдырады. Мәселенің ауқымын түсіну үшін Карачиді жиі Дакканың егізі деп атайды. Себебі мұнда да тәртіпсіздік пен ресурстар үшін Пәкістан асханасы Үндістандікіне ұқсас. Әсіресе көше тағамдары мәдениеттің ажырамас бөлігі. Мұнда дәмдеуіштерге толы тағамдар кең тараған. Солардың ішінде бирьяни, етпен және дәмдеуіштермен дайындалған күріш, карай, шойын табада әзірленетін етті карри және нихари, баяу отта пісірілетін ұлттық тағам санатындағы етті бұқпа ерекше аталады. Алайда санитарлық жағдай үлкен мәселе болып отыр. Тағамдар көбіне ашық ауада шаң мен ластануға бейім жерде дайындалады. Сатушылардың қолғапсыз, қорғансыз жұмыс істеуі жиі кездеседі. Соған қарамастан көше асханалары әрдайым халыққа толы. Бұл олардың күнделікті өмір мен жергілікті экономикадағы маңыздылығын көрсетеді. Пәкістан жас мемлекет. Ол 1947 жылы Үндістанның бөлінуінен кейін құрылған. Елдің негізін қалаушы әрі ұлттың әкесі ретінде Мұхаммед Әли Жинна танылған. Бұл бөлініс мұсылмандарға арналған тәуелсіз мемлекет құру қажеттілігінен туындаған еді. Аймақ мұсылмандар үшін бөлінгенімен, Үндістан мен Пәкістан арасындағы аумақтық даулар әлі күнге дейін жалғасуда. Әсіресе Кашмир аймағы Пәкістанның шөлді аймақтарында тіршілік ету үшін ерекше төзімділік қажет. Шектен тыс ыстық температура мен құрғақ жерлерде ауыл шаруашылығы дерлік мүмкін емес. Мұнда түйелер өмірлік маңызға ие. Олар көлік құралы ретінде, сүт көзі ретінде, әрі мәдени рәміз ретінде қызмет етеді. Бұл аймақтарда тұратын қауымдастықтар күнделікті қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолмен қазылған құдықтарға немесе су қоймаларына тәуелді. Үйлер көбіне балшықтан салынған, қарапайым, бірақ ішкі жағынан жайлы болу үшін әшекейленген. Балалар отбасында үлкен рөл атқарады. Олар мал бағып, тұрмыстық жұмыстарға көмектеседі. Мысалы, күнделікті ас, жалпақ нан әзірлеуге. Қиындықтарға қарамастан бұл қауымдар дәстүрлермен және табиғатпен керең байланысын сақтап қалған. Пәкістандағы басым дін ислам. Халықтың шамамен 95% мұсылман. Бұл елді әлемдегі ең үлкен мұсылман мемлекеттерінің бірі етеді. Дегенмен, мұнда индустар, христиандар және сикхтар сияқты маңызды азшылық топтар да бар. Олар көбіне қысымға және кемсітушілікке тап болады. Діни мерекелердің ішінде құрбан айт пен ораза айт ерекше маңызға ие. Бұл күндері миллиондаған адамдар жаппай намаз оқып, қауымдық шараларға қатысады. Пәкістанның ең танымал биі Бхангра. Ол егін жинау мерекелерімен байланысты. Бұл бидің ерекшелігі шырақ қимылдар, секірулер және дол деп аталатын барабанның әуені. Бхангра өмірді дәріптейді және көбіне үйлену тойларында, фестивальдерде, мәдени шараларда орындалады. Қазіргі таңда ол халықаралық деңгейде танылып, пәкістандық мәдениеттің символына айналды. Ел көптеген қиындықтарға қарамастан, Пәкістан керемет табиғи көріністерге бай. Солтүстікте орналасқан Хунза аңғары әлемдегі ең әсем жерлердің бірі саналады. Бұл табиғи жұмақтың қарлы шыңдары, мөлдір көлдері және
әдемі ауылдары бар. Хунза халқының қонақ жайлылығы мен көне тарихы да ерекше. Мұнда Балкит пен Алкит қамалдары сияқты ғасырлар бұрынғы тарихи орындар сақталған. Сондай-ақ, аймақта көптеген танымал жаяу жүргінші жолдары бар. Қарақорым тас жолы Пәкістанды Қытаймен байланыстырады және әлемдегі ең биік әрі таңғажайып жолдардың бірі саналады. Ұзындығы 1300 шақырым, бұл жол Қытайдағы Қашқар қаласын Пәкістан астанасы Исламабадпен жалғайды. Бұл дүниежүзілік инженерияның ғажайып жетістіктерінің бірі. Ең биік нүктесі теңіз деңгейінен 4693 метр биіктікте орналасқан Құнзұрап асуы. Бұл жолмен жүру қайталанбас тәжірибе. Алып таулардың, мұздықтардың және терең аңғарлардың тамаша көріністерін тамашалауға болады. Сонымен қатар, ол Пасу мұздығы мен Фейри Медоу сияқты әйгілі туристік орындарға апарады. Бұл жерлер әлемнің түкпір-түкпірінен келген саяхатшылар мен фотографтарды баурап алады. Елдің оңтүстігінде орналасқан Тар шөлі, шөлдің қатаң табиғаты мен бай мәдениетін біріктірген ғажайып мекен. Алтын түстес құм төбелері, дәстүрлі ауылдар мен жергілікті мерекелер бұл аймақты ерекше етеді. Мұнда түйе сафари туристер арасында кең таралған. Ол шөлді табиғи әрі шынайы түрде зерттеу мүмкіндігін ұсынады. Сонымен қатар, Тар шөлі көне өркениеттердің ізі қалған тарихи қазыналарға бай. Ежелгі бекіністер мен ғибадатханалар ғасырлар бойғы тарихтан сыр шертеді. Пәкістан қайшылықтар мен ғажайыптарға толы ел. Ол кез келген келушіні таңғалдырып, ойға жетелейді. Лахор мен Карачи сияқты халқы лық толы хаосты қалалардан бастап, тыныш аңғарлар мен жұмбақ шөлдерге дейін елдің ерекше күрделілігін байқауға болады. Пәкістан кедейлік, кеңсіздік және әлсіз инфрақұрылым сияқты үлкен қиындықтарға тап болғанымен, өз халқының қайсарлығы, бай мәдени дәстүрлері мен ғажайып табиғаты арқылы дараланады. Бұл елге саяхаттаған адам оның сұлулығы мен рухынан міндетті түрде әсер алады. Бұл бейнеміз осымен аяқталды. Ал енді айтыңыздаршы, сізді ең көп таңғалдырған дерек қайсысы болды? Егер соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл маған жаңа мазмұн жасауға шабыт береді. Келесі бейнеде кездескенше.